КСК-ға көңілім толмайды. Подъезді сыпырып, ауланы тазалап, манағы кетіп жатқан крандар ағып жатса, келіп жөндеу жұмыстарын жасаса, мен риза болар едім. КСК-ға көңілім толады, біздің ауланы таза ұстайды. Нет, не удовлетворена работой КСК. Ну, потому что ничего практически не делается. Тұрғындардан өзінің еңбегі үшін табысын алады да, бірақ ол қанағатсыз. В Казахстане начали действовать новые правила управления многоквартирными домами. Теперь больше решений в руках самих жителей. Они могут выбирать форму управления, утверждать тарифы и контролировать расходы. Если работа управляющей компании не устраивает, ее можно сменить. Қазір уақытта осы біздерге көбінесе сұрақтар, арыздар, шағымдар көптеп түсуде. Жинақтаушы шот мәселесі бойынша. Ағымдағы шот бұрыннан бар, ал жинақтаушы шотты ашу осы жылдан бастап міндеттеп қойды. Яғни ол мысалы көп қабатты тұрғын үйлерде күрделі жөндеу сондай талап еткен жағдайда осы тұрғындардың келісімімен ғана осы жинақтаушы шотқа жиналған қаражат көзін түсіріп алып, соған күрделі жөндеу жұмыстарын немесе басқа да керекті жөндеу жұмыстарына жұмсауға болады. Тұрғын үй қатынастары туралы заңда тек қана пәтер иелері, соның ішінде пәтердің иелері, тұрғын емес үй-жайлардың иелерінің 70% келісімімен бұның барлығы жүзеге асады. Сонымен қатар қазір атап айта кетсем, ана пик дейміз ғой, КСК қайта тіркеу жұмыстары жүргізіп жатыр. Қазір ол шілдеге дейін қайта тіркеу жұмыстары жасалып аяқталу қажет. Қайта тіркеліп жұмыстары аяқталмаған жағдайда ол пәтер иелері кооперативтерін сот арқылы жоюға жұмысталынады. Сонымен қатар сол пик қызмет етіп отырған көпқабатты тұрғын үйлерге уақытша, яғни біздің ЖКХ бөлімі тарапынан уақытша басқару нысанын таңдаймыз. Ең тиімдісі барлық полномочия дейміз ғой, өкілеттікті тұрғындарға, пәтер иелері мен тұрғын жай иелеріне беріп қойған. Барлық өкілеттік өздерінде.